Alo. Ya mam, үйленем ya. Ya, үйленем dedim ғой mam. Ya. Айтты ғой. Ya, бопты. Ya, айтты ғой mam. Хорошо. Басындagi puchka, mo'ynimda цепочка, ko'zlari стрелочка, милая девочка. Мына қызбен танысып, мароке-марокесін апарып, сосын гостиницаға барып, примерно дыңқ қой. Құмаша, үйленейін деп жатқан қызым ғой? Осы қыз ба не? Болды ғой, тура соға қыз. Танысасың, сөз саласың, үйдегілермен таныстырасың, беташар, свадьбадан кейін үйге барып, дыңқ қой. Құмаш. По-любому, Жігіттер, серьезно, бүгін ғана инстаграмдан көрдім. Дубайдан кепті. Ата-аналары бір аптадан келеді. Как раз үйінде жалғыз өзі. Барамыз, сөз саламыз. Кетіп па? Қой, бармаймын мен уже. Не болды? Қой, ертең сен бақытты болсын деп, ертең қатынмен жанжалдасып, ұрысып, ертең бақытсыз болып кететін жайым жоқ айналайын. Сен барасың ба? Смело ғой, ақыр боспын ғой. 10 литр қымызыңды алам. Қанша? 10 литр. Точно ма? Точно. Уже барып тұрық қой. Болды ана, жігіттер, былай істейміз. Барамыз, домофон басамыз, есікті ашамыз, қызға гүл береміз, қызға сөз саламыз. Бақытты өмір сүреміз. Ой ба? Кет. Осы үйде тұрасыңдар ма? Я, братан. Дубайдан келген сендер ма? Я, біз жаңа таңғы сағат 8-де пойыздан түстік біз. Үйге кіреміз. Вот. Айтсам болды ма, брат? Базар жоқ екен, мен үйді көргенмен. Қайдан? Лайк басқан әрбір қазаққа осындай үй жұғысты болсын деген картинадағы үй ғымда. Мен мұна үйді баяғыда көріп саған мен. Ой, қаяқтан көрірсің? Мұна Counter-Strike'тағы үй емес пе, тур осындай. Вы кто такие? Біз жігіттер болып кеп, гүлап, домофон бас кеп, аяқ киіммен жүріп кеп, сөз сап, осында кегеміз ғой сол. Убирайте. Сендер бағана түсіндірдім ғой сендерге. Адамша, карантин ғой қазір. Как это? Карантин ж, кіріңдер үйге. Біз бұл үйде тұрмаймыз. Жоқ, тұрамыз бұл өмір, кешіңіз аға. Вау, классно. Жетпеген ол сет. Короче, забордан секресінет. Жүр.
Кіріңдер дедім ба сендер үйге. Кіріңдер. 14 күнге карантинге жауып тастаймын. Қарындас, інілерің ба? Ағаларың ба? Шығарма сыртқа. Карантин қазір. Біз өз еркімізбен қалатын болдық.